Ассалаумағалейкум қалың елім қазағым, армысыздар, алталаш алдарыңызда Серікжан Біләшұлы. Қысқа нұсқа қайырайын. Мынау құтырық Путин, құтырық Путлер Украинадағы алдыңғы шеп болып тұрған мына Қырымға 90 мың әскер аттандыру туралы бұйрық берді. Украин дәл қазір өте бір шұғыл жағдайда және осы соғыстың Украин орыс ортасындағы соғыстың бір шешуші кезеңі басталған сияқты. Путиннің осыдан бұрын армияның санын кеңейту туралы бұйрығы біз аударып жариялағанбыз. Енді қазір Путин алдыңғы шепке Қырымға 90 мың әскер аттандырам деді. Демек, Қырымда өліспей беріспейтін бір қанды майдан шайқас болғалы тұр. Бұл бірінші. Екіншісі, Тайванда Американың әскери ұшақтары мен Қытайдың әскери ұшақтары бір-біріне сес көрсетіп, текетірес жағдай қалыптасты. Америка қайтадан мұхит шарлағыш кемесін Тайван бұғазына әкелді. Қытайдың желі тағы бір мәрте шықты. Қысқасы, Қытай мен Америка бір-біріне ырылдасып, біріне бір жаңа тап берейін деп тұрған шынжырлы жыртқыштар сияқты бір-біріне азуларын ақсайтып тұр, бірақ әлі бірін-бір талайтын, жұлатын деңгейге бармай тұр. Екеуі де жаңағы бірімен бірі арбасып, кәдімгі балуандарды, баяғы ескі заманда, қазіргі мына заман емес, ескі заманда балуандарды жіберген кезде бірін-бір ұстасатын жерін таппай, арбасып, қабырғаларынан ұстап, жаңағы иықтан ұстап, қай жерінен ұстарын білмей, арбасып, құрбасып қалған сияқты сондай бір сәтте тұр. Алдыңғы жолғы Пелосидің ұшағын жаңағы барлаймыз деп Қытай мынау электрондық соғыс болып, Америка электрондық соғыс арқылы өзінің жаңағы ұшағын жасырып және Қытайға қысқасы үлкен сес көрсетіп, Қытайдың бүкіл электрондық құрылғылары істен шыққаннан ақ Қытай дереу әскери мәневерді аяқ астынан тоқтатуға мәжбүр болғанын айтқан болатынбыз. Енді сол Қытай Тайванда тағы да бір әңгіме бастағалы тұр. Енді Әл-Жазираның бүгінгі бірнеше сағат бұрынғы ақпаратына қарасақ, соңғы мына анализдік мақаласына қарасақ, дүние жүзінде міне әлемдік үшінші соғыстың бір белгілері басталып, Қытай, Орыс, Америка бастаған. Яғни Америка дегенде Еуропа бар, әлемдік бір әскери қақтығыстың бір негізі жасалынып тұр деген сияқты мәнде бір анализ мақала жазыпты. Өздеріңіз тауып оқып аларсыздар. Қазір енді анығы керек, Путинге шығар жол қалған жоқ. Мынау шынында да не ары, не бері болатын өте бір шешуші сәтке келді. Украинде кері қайтайын деп тұрған жоқ. Міне енді соғыстың қызығы енді басталған сияқты. Құдай сақтасын, енді қызық деп тұрған жоқпыз. Яғни соғыстың ең қызу нүктесі енді басталған сияқты. Бұдан ары енді қарай Орыс пен Украин, Орыс пен Еуропа ортасында енді атом дейтін мәселе болуы мүмкін. Анау қырып жойып бір қаланы күл талқан қылатын атом болмаса да, жеңіл типтегі атом қаруларын жіберіп, жеңіл типтегі мынау Сирияда қолданған орыстардың химиялық және атомдық сипатта қаруларын енді Шығыс Еуропаға қолдануы мүмкін. Қысқасы, Путин жеңілгенін мойындамайды Путин. Және Орыстан да бір мықты қуатты саяси күш шығып, Путинді жаңағы орнына қоя алмайды, не тұтқындай алмайды, саяси өзгеріс келмейді. Ең соңында Путин өзінің саяси өмірінің аз қалғанын біліп, жаңағы бүйтіп өлгенше жаңағы көрге ала кетейін деп, сол соғысты одан арман ушықтыруы мүмкін. Одан басқа жол қалмады. Ал Шығыс Еуропада жаппай орыссыздандыру жүріп жатыр. Советтен қалған, Совет одағы кезінде отар болған Шығыс Еуропада бүкіл орыстың тарихи ескерткіштері қиратылып, және Ресейге қарсы жазбалар көбейіп, бүкіл Шығыс Еуропа енді орыссыздандыру, отарсыздандыру, деколонизация күресін бұрын соңды болмаған деңгейде бастады. Шынында мына дүние ширығып, ушығып, бір сұмдық бұрын соңды болмаған бір деңгейге жетті. Енді біз соғыстың болғанын қаламаймыз. Бірақ жасырары жоқ, мына дүние енді кері қайталмайтын құсап тұр. Менің айтқаным емес, жаман айтпай жақсы жоқ. Мынау батыстың медиаларында оқып отырмыз, әлеуметтік желіде жазып жатыр. Енді астық дағдарысы басталды. Астық дағдарысы Қытайдың өзінде басталды. Биыл қағыр болды. Жаңағы бүкіл дала
сусызданып жатыр, астықтар өспей қалды. Европаңда да сол. Англияның өзінде де жаңа Англия жап-жасыл болып тұратын жері спутниктен көргенде жаңағы сап-сары болып күнге күйіп кеткен. Міне бүкіл дүние солай. Америкада да біраз жер, мына Тексаста кәдімгі шымдар, алқаптар кәдімгідей не болып тұр. Бүкіл әлемдік мынау температураның өсуі сұмдық болып тұр. Яғни дүниеде бір алай-дүлей, аласапырандық болғалы тұр. Аман бол қалың елім қазағым, сақ бол, дайын бол, қолыңнан келетін барлық мүмкіндігіңді сақтап, өзіңді қорғауға тырыс. Қысқа нұсқа қайырдық, ал жақсы аман болыңыздар.